95-тен артық сатурация, қалағаныңша шай ішу да, спортпен алысу, терең тыныс алу өзімен өзі болып жатқан заттар сияқты, бірақ оның барлығын бізге көрінбейтін ағзамыздағы ең маңызды бұлшықет жүрек қамтамасыз етіп жатыр. Врожденный пороки сердца деген жүректің ішіндегі қалыпты анатомиялық құрылымның кез келгенінің дұрыс болып туылмауы. Оны білу үшін біз адамның ішіне кіруіміз керек. Короче, мынау біздің жүрегіміз үлкен 4 камерадан тұрады, яғни сол жақ жүрекше, оң жақ жүрекше, сол жақ қарынша, оң жақ қарынша деген негізгі камералардан тұрады. Бұл камералардың арасында өзінің стеналары болады. Перде, осы перделердің дұрыс бітпеуі бұл пороктың ең жиі кездесетін түрі. Қарынша аралық перде дұрыс бітпейді. Ол кезде үлкен қан айналымы мен кіші қан айналымының ішіндегі қан бір-бірімен араласып кетеді. Яғни сол жақ қарыншадан аортаға кету керек еді ғой. Міне оң жақ қарыншаға шығып кетті. Оң жақ қарыншаның ішіндегі көмірқышқыл газына қаныққан қан үлкен қан айналымға шығып, ағзаға СО2-ге қаныққан қан шығып араласып кетеді. Бұл пороктың ең жиі кездесетін түрі. Тағы бір жағдай бұл жүрекшелерде болады. Мына вена кава superior inferior әкелген СО2-ге қаныққан қан негізі оң жақ қарыншаға кету керек еді. Бұл сол жақ жүрекшеге қарай өтіп кетеді, себебі арада дефект. Солай жүрек өзінің қалыпты физиологиялық қызметін дұрыс жасай алмай қалады. Жаңағы пороктардың емі бұл оңай. Ортадағы пердені тігу арқылы баланы хирургиялық коррекция жасауға болады. Ал бұндай пороктарда бала туылғаннан операция бірден жасалмаса, бала бірден шетінеп кетеді. Мысалы, сол жақ жүрекшеге келетін вена пульмоналис сол жақ жүрекшеге бітпей қалады. Осындай порок. Ондай кезде бүкіл кіші қан айналымының ішінде қан бірінші өкпенің ішін толтырады, легочный гипертензия жасайды. Өкпелік гипертензия жүректің оң жақ бөлігіне қысымды арттырып, оң жақ жүрекшенің, оң жақ қарыншаның гипертрофиясын алып келеді. Мені қарап тұрғаныңдай ағзаға мүлде оттегі қаныққан қан бармай жатыр, адам бірден моментальный гипоксиядан қайтыс болады.